Бүгінде біздің ешқайсымыз коммуникациялық байланыссыз өмірді елестете алмаймыз. Бірнеше ондаған жыл бұрын біз әлемнің кез келген жеріне қоңырау шалып, көшеде жүріп, телефонмен сөйлесуге болады деп тіпті ойлаған емеспіз. Телефонның эволюциясы электрлік телеграфтан басталады. 1837 жылы американдық ойлап тапқыш Морзе коды деген атпен танымал нүктелер мен сызықшалардан арнайы кодтар жүйесін жасады. Морзе кодтарының белгілерін жіберу үшін телеграф кілті қолданылды. Ол ағаш негізгі бекітілген қос иінді тұтқадан тұрады. Иін тұтқаның ұшын басу арқылы оператор жалғыз электр контактісін жабады. Бізге таныс мағынада телефон деп санауға болатын алғашқы құрылғыны 1860 жылы американдық Антонио Миуччи ойлап тапқан. Осы салада ізашар деуге болады. Ол өзінің өнер табысын патенттеуге тырысты. Бірақ оны бірінші телефон аппаратының дизайнері болып саналатын Александр Белл басып озды. Алғашқы телефондарда номер тергіш мүлдем болмады. Орталық станция микротелефонды тұтқадан шешу арқылы қосылады. Станциядағы кезекші өз нөмірін хабарлау арқылы жауап беруі керек. Содан кейін абонент байланыс қажет нөмірді анық және нақты айтады. Нөмір тергішсіз телефонның тұтқасын шешкенде алдын ала бағдарламаланған нөмірді автоматты түрде теру функциясы орындалады. Біраз уақыттан кейін дискілік теру телефондары пайда болды. Кеңестік социалистік республика одағында 1968 жылға дейін телефон нөмірлерінде тек сандар ғана емес, сонымен қатар А-дан Л-ға дейінгі әріптер болғанын бәрі біле бермейді. З әріпі жоқ, өйткені ол визуалды түрде 3 санына ұқсайды. Кеңес одағының бүкіл кезеңінде байланыс аппараттары әрқашан тапшы болды. Жеке абоненттік нөмірді алу да оңай болмады. Қалалық телефон автоматтарынан 2 тиынға қоңырау шалуға болатын. Дискілі телефон аппараты ұзақ уақыт бойы кеңінен қолданылды. Ол тұтқа корпусынан және нөмір тергіштен тұрады. Тұтқада біз сөйлейтін микрофон және тыңдайтын динамик бар. Тұтқа 2 ілмекке салынады. Біз тұтқаны көтерген кезде дыбыстық сигнал естіледі. Бұл телефон жұмыс істеуге дайын екенін білдіреді. Әрі қарай біз қоңырау шалғымыз келетін абоненттің нөмірін теруіміз керек. 0-ден 9-ға дейінгі сандар. Біз санды аяғына дейін бұру арқылы тереміз. Телефонның төменгі жағында ұзақ сөйлескенде телефон қызып кетпес үшін желдеткіш және қоңырау дыбыс деңгейін басқару орнатылған. Диск телефонның ішіне қарайық. Міне, біздің алдымызда телефонның ішкі құрылысы. Диск тергішті алып тастасақ, қоңырау қорабын көреміз. Мұнда қоңырау тілі бар. Ол соғылған кезде телефон қоңырауының дыбысын шығарады. Тұтқа қойылатын төсем, конденсатор, трансформатор. Арнайы жағдайларда пайдаланылған телефондар да болды. Бұл далалық телефон. Бірінші кезекте далада және соғыс кезінде байланысты қамтамасыз ету үшін жасалған. Шахталарда диспетчерді шақыру үшін қолданылатын телефон. Егер сіз Кеңестік социалистік республика одағында өмір сүрсеңіз және сіздің үстеліңізде осындай телефон аппараты болса, сізді өміріңіз сәтті болыпты деп құттықтауға болады. Бұл 1963 жылы шыққан КД-6 директорлік концентратор телефоны. Оның атауынан үлкен кәсіпорынды басқарған бастықтар қолданғанын көруге болады. Мысалы, зауыт. Бұл құрылғыға 6 желіні қосуға болады. Ол үшін 6 түйме жасалған. Бұл ретте селекторлық кеңес өткізу үшін конференц байланыс арқылы өзара желілерді байланыстыру мүмкіндігі болды. Мұнда қоңырауды қосу түймесі болды. Қоңырау шалушылардың сигнал шамдары,
және қосқышты қалпына келтіру түймесі бар. 20 ғасырдың 80 жылдарының басында дискілі телефондар біртіндеп түймелік аналогтармен ығыстырыла бастады. Олар дискілік әріптестеріне қарағанда қарапайым және ыңғайлы болды. Ұялы байланыстың келуімен стационарлық телефония өз позицияларын бере бастады. Ұялы байланыс арқылы алғашқы қоңырауды 1973 жылы Motorola компаниясының инженері Мартин Купер жасады. Алғашқы ұялы телефон 1983 жылы Америка құрама штаттарында сатылымға шықты. 2007 жылы смартфон технологиясы әлемінде нағыз революция болды. Apple компаниясы бүкіл адамзатқа iPhone ұсынды. Ол қалта компьютері деп аталды. Бүгінде смартфон қарапайым нәрсеге айналған.